Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ иелер. Бүгін мен лакумка, бала кездегі лакумканы дайындайтын боламын. Алдыменен сүтін құямыз. Қантын салам. Барлығының мөлшері описанияда жазылады. Жылдам болу үшін мен енді мына аппараттарды қолданайын деп отырмын. Жоқ болса, қолдан істей бересіздер. Келесі кезекте майын салам, жұмыртқасын қосамыз. Енді аштықсын қосамыз. Араластырып алған өнімімізді бетін жауып жылы жерге бір 10 минуттай қойып қоюға болады. Міне қымбатты көрермендер, міне менің дрожжым ашып дайын тұр екен. Енді ары қарай жұмысты жалғастырайық. Тұзын саламын. Сұйық май. Енді міне ұнымды илеуді бастаймын. Бисмилля деп. Міне қымбатты көрермендер, наным керемет қолға жабыспайды. Сондай орысша айтқанда приятно дейді ғой. Сондай керемет. Нан қараңыздар, мен қолыма жұққан жоқ. Енді ашытуға қойып қоямын. Шамамен 1 сағаттың көлеміне дейін ашып тұру керек. Қақпағын жауып, ашуға қойып қоямын. Міне қымбатты көрермендер, менің наным керемет ашыпты көтеріліп, міне 1 сағат болды. Енді мұны 65-70 грамм қып бөліп аламыз. Нанымыз дайын болды, енді жайып пісіруге дайындаймыз. Міне қымбатты көрермендер, жайып болып, енді мына екі бетін бір-біріне бүйтіп қарама қарсы қоямыз. Міне қымбатты көрермендер, енді бір 15 минуттай тындырып қоямыз, тағы да бетін жауып. Мен тұрды, бетіне міне жұмыртқаның сарысын кішкене сүт қосып жағамыз. «180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Қайнатылған крем дайындайтын боламыз, заварной. Ол үшін міне
алдымен бір тал жұмыртқаға қантты қосамыз. Ванилин қанты ергенше әбден араластырамыз. Жүгерінің крахмалы енді міне сүтті қайнауға жеткіздірмей ысытып алдық. Жаңағы езген дайын өнімімізді осылай аз-аздан бөліп тоқтатып баяу отта араластыра береміз. Міне қойылғанды әбден енді отты өшірдік. Үстіне майын салып араластырамыз. Суығанша қоя тұрамыз. Міне ішіне кремімізді жағып алдық. Енді бұлай жаңғақтың үгіндісіне айландырып жағып аламыз. Қымбатты көрермендер, менің лакумкам дайын болды. Егер де сіздерге ұнап жатса, осындай етіп дайындаңыздар. Және пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетіңіздер. Қымбатты менің жаңадан каналыма кіріп жатқан көрермендерге алғысым шексіз, Алланың нұры жаусын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.